Assalamu alaikum tuğanlar, men Oştun Karagülce arayımdan bulam. Primoy Kırgızstan'dan geldim. Gelip şu nasıl kılıp buyurgan eken, Nursultan Berjoğ'un takmentlerini bitirip, Alper oturat hazır. Жақсы bari Nursultan. Nasıl болған болсын? Mına men görüp жактырып алган үйүнүн şu Berjoğ'una girgende nakta оң taraftan çoğun komnata, Бұл жақ залы. Залына Berjoğ şular şu oyunca kalat eken. Бұл жаққа өтіп кетеді екенбіз, Шул жақты. Туғандар, бірінші үйлер біздің Telegram, WhatsApp группаларыбызға шығады, анан YouTube каналға шығады. Ассаламу алейкум, урматтуу менин мекендештерим, жана биздин каналдын көрүүчүлөрү, амансыздар туғандар. Эсиңизде болсо, болгону 3 күн алдын ушу үйдү чыгарган болжук. Билесиздер, адрес боюнча адрес Тверская область, Санковский район. Газ, свет, суу бүт бардык шарты менен бүгүнкү күндө Кыргызстандан, прямой Кыргызстандан туғандар биздин мекендешибиз келип алып отурган учуру. Жүрүңүздөр, анда эмесе барып чогуу таанышабыз. Видеого бирден класс башты унутпайбыз. Бул жетип классты басабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Нурбайка. Нурсултан кандай? Кандайсыз ака? Тынч амансызбы? Жакшы. Үй кут болсун. Рахмат. Биздин Рахмат. көрүүчүлөр менен өзүңүздү тааныштыра атасызбы акам? Макул. Өзүм тааныштырсам, Assalamu alaikum туғандар, мен Оштун Карагülce районунан болом. Там ошол Нурсултандын видеосун көптөн бери көрөм. Мына 1 жыл ашып өттү. Уже видеолорун көрүп жүрүп, атайын ушу Кыргызстандан Нурсултанга чалып, прямой Кыргызстандан келдим. Келип ушул насып кылып буйрган экен. Нурсултан Берjoğ'ун такменттерин бүтүрүп, мына алып берип отурат азыр. Жакшы баары Нурсултан. Насып кылган болсун. Насып кылсын документтер. Үйдүн документтерин биздин мекендештерге бир оз көргөзүп өтөлү акам. Уруксат берсеңиз, Мына туғандар, Нурбек ака, өзүңүз Кыргызстан жаранысыз, Өзүм Кыргызстан. Жаңы эле келдиңиз. Прямой. Прямой. Нурбек акам Кыргызстандан прямой келди. Туғандар. Келгеним 2 күн болду. Машина менен келдим. Ошо прямой келип. Прямой келип эле биз жака келип, үйдү көрдүңүз. Үйдү көрдүм. Үй жактыбы? Жакты. Жери кенен там сарай менен Berjoğ кенен. Жери ошо 52 соту экен, үй өзү 79 квадрат метр. Мына туғандар, караңыздар, документ маселеси боюнча азыр оформление кылып бүт бардыгын бүтүрүп бердик акам. Баары Мына Кыргызстан жараны экен. Перевод паспорт, миграционка менен эле, регистрациясы жок да пока жаңы эле келген. Миграционка менен эле бүтүрдүк. Мына болсо здание, үйдүн документи, мына кадастровый номер 79 квадратный метр экен. Так. Участок туғандар отдельный документ болот. Участогу мына 52 соток. Туурабы акам? 52 сотук жердики. Жердики. Мына домовой книгасы. Домовой книга. Домовой книга. Так, технический план здания. Полный. Кармап турасызбы? Технический план. Мына болсо технический паспорт туғандар. Полный соцпакет экен. Справкалары менен, Нурбек акам? Справкам полный документ. Алла таалам насип кылган болсун. Эми максаттар кандай буйрса, максаттарды айта кетиңиз анда. Максаттар ушу элдерге окшоп биз деле келсек, ушу мал чарба менен бөлүнгөн жерде неме кылып мал чарба кылсак кармаса болду да. Келип жашайсызбы? Жашайбыз мына жерде. Berjoğ таяр экен, сарайлар, жерлер кенен экен. Ичине мал чарба кылып жашайбыз куда буйрса. Жанагы бул жакта жашап аткан кыргыздардын үйлөрүнө алып барып көргөздүм акам. Ооба, ошону кече дагы көрсөтүп кеттиң. Жакшы 3-4 үйгө бардык. Баары ошо былтыр эле көргөн немелер, ошолор уже жашап атат. Өзүңүн үйүңө бардык. Нурсултандын үйү да ошол жерде экен. Барып чай ичип, конок болуп, ал жакта кеңирип отуруп, бардык эле туугандар ушул жакта экен. Үйдө алгандар алып жашап атат. Мен да ошо. Буйрса, демек келип жашайт экенсиз да? Келип жашайм куда калса. Мал чарба кылып, мына күн жылыса 1-2 айда куда калса келип. Кут кылган болсун, Алла таала. Рахмат сага да. Ойлор болсун үйүңүздө. Алла разы болсун. Бала чакаң менен аман ушу элдин кызматын кылып жүрө берик. Ар дайым ушу каналдарыңда көрүп турабыз дагы катталып, ар дайым ушу жакшылыктарды ниет болуп жүрө. Рахмат. Сага да чоң рахмат. Оштун Карагülce районунан. Каракулжадан. Мына көрдүңүздөр туғандар, уруксат берсеңиз Нурбек ака. Биздин көрүүчүлөргө үйдү көрсөтүп чыксак кандай дейсиз? Макул, мейли дейм. Жүрүңүздөр туғандар, үйдөн бир сыра Нурбек акамдын үйүнүн көргөзүп чыгалы. Мына ушундай үй болчу, көрдүңүздөр. Кирпичтен үй, ичин көрөбүз азыр. Куда кааласа. Кошуналар менен таанышсыңызбы? Кошуналар жашайт экен бул жакта. Кошуналар мына бирөөсүн эле көрдүм, бак азыр тааныша элекмин. Аркылуу. Эми буйрса документтердин дагы Berjoğ'ун алып алдым, келсем анан кийин дагы таанышам куда. Буйрса, мына көрдүңүздөр туғандар, ушундай үй болчу, көрдүңүздөр. Мына ал жакта болсо газ келген, центральный суу. Суу деле центральный. Жүрүңүздөр. Бул жакта болсо сарай болчу, нар жакта баня. Банясы, Банясы, жер уштан нары кетет экен.
Aha. Sarayda nары жер, банясы бар. Полный. Бұларды Құда қаласа ретке келтіреміз. Жолтой үйлерден болсын, Нұрбек ака. Ой, рахмат. Ақ жолтой болсын. Үйдің ішін көріп шығарыз. Аха. Бисмилла деп қана Нұрсұлтан. Келіп таныштыра беріңіз. Өзіңіз біздің көрушілерге таныштыра беріңіз, акам. Мына мен көріп жақтырып алған үйдің шу бар жоғына кіргенде мынақта оң тараптан чоң комната, Аха, бұл жақ залы. залына бар жоқ шулар шу бойынша қалады екен. Ештемкесіне тибей қалып қалады екен. Анан бұл жаққа өтіп кетеді екенбіз, Нұрсұлтан. Бұл жақта ошо зал болып қалды. Мына отопленияларын көріп отырсыздар. Бүт Отопление, полный немесі отопление. Бұл екінші комната, но бұл жақта екінші бөлмесі, а? екінші бөлмесі екен. Нұрсұлтан, бұл жақта столдар, мыналар бар екен. Мына отопление, полный терезелер. Мына бұл екінші бөлмесі туғандар ушундай болгон, көріп отырсыздар. Буйрса, бір сыра аяқ баяғыны реттеп ремонт кылып алса, буйрса. Кичинелер қол керек бұға. Бұл екінші бөлмесі болып қалды. Екіншіден қайра шыққанда бұл жақ кухня. Бұл жақ кухнясы. Бұл жақ кухня екен, мына бар жоқ газ шкаптары, мына жақтан су, мынау жерде екен. Центральный суыңыз. Центральный су. Жерде центральный су. Отопление. Газды неден еме алып кірдіріп алсақ. Бұйырса. Шол жақты Нұрсұлтан, саңа рахмат. Ардайым ұшы. Елдің керегіне жарап, шындай жақсы үйлер насip қылып жүре берсін әрдайым әркім адамғач. Ушул көрініші, ушул жақтырып алдық. Бұйырса келіп жашайыз күн жылыса, бір-екі айда. Құда қаласа, Нұрсұлтан. Hazır көчіп келбейсіз бе? Hazır, пока бар жоғын өтіп, бір-екі айдан кейін. 2 айдан кейін, Москвада болып тұрасыз? Москвада, пока. Мына көрдіңіздер, Нұрбек ака, сарайлардың деле огородты көргөзіп өтсө қандай дейсіз? Мақұл, ал жағында көрсөтіп өтөбүз жүргүлө. Жүріңіздер, Сарайды. Сарайдың көргөзөлү, огородты көргөзөлү. Нол жақта да немесі бар, залдың. Бұл жақта сарайға шығып кетеді екенбіз, а? Сарайға шығып кетеді екенбіз. Бұл жақта да ешік бар, сарайға. Ол жақтан сарай екен, акам. Сарай. Да. Бұл жағы шу сарай екен, мына Нұрсұлтан. Сарайда көрсіп шығайлы үшін. Мына кеңірі ішінде. 15 мал батқыдай жөн әлі. Кеңінен. Сарайдың іші мыналар. Бұл жағы тұрып тоққан екен. Бұл жақта отындар жиылып тұр. Бар жоғы бар екен мұна. Бұл жағында отындар. Мына кенен екен сарайчы. Сарайда кенен. Құда қалса мал шаруа қылсақ болады. Болады, Құда қаласа. Бұл бірінші сарайы. Есілі нар жақта да екінші сарайы бар. Сарай бар, баняңыз бар, а? Баня бар. Ана бұл жағы участок жер болып кетеді екен. Бұл жақ жер. Огородыңыз, е? Огород. Бұл жағы огород. Мыналарды еме жазда келтіреріз. Құда қаласа. Бұл жақ алғы келіп шыққан сарай осы. Бұл сарайдың екінші шегі. Мынақтан да кетсе болады. Азырғы сарайға. Мынау полный участок екен. Шо алмаға шейін, алмалар полный. Бұл жағы мынау аяқа шейін. Мынау банясы екен. Тұтылан банясындан келтіріп алсақ болады. Мына бұл показ жауық тұрсын. Бұл банясы. Мұнағы тақанса жер көріп қой, Нұрсұлтан. Жері, жаңағы 52 соттық жері да бұл жақта. 52 соттық деген, 52 деген соттық науыл немеден, ошу тақанса оңаға чейін кететкен. Дарақтарға чейін. Дарақтарға чейін. Шағы 52 соттық болып. Құда қаласа жазындан кейін келіп алыптағын бар жоғын көрөз. Бұйырса. Ошол жақшы. Мұна туғандар көріп шықтыңыздар, ұшындай вариант екен, кешта кіріп кетті. Нұрбек ака, документтер бүт өзіңізде екен, акам? Документтер бұйырса алдық. Үйдің күлічі, мынау осы сарайдықы, бұл баняндықы. Болған өчелі күліч екен. Насып болған болсын. Рахмат. Құттықтаймыз. Рахмат. Ниетіңізге жеткізген болсын, а? Алла разы болсын саңа да. Ошо Нұрсұлтан, рахмат саңа. Мына ушул үйдө ошо 500 мың дедің эле. Шу мына Нұрсұлтан 450 мыңга түшүрүп бердиң экем. Саңа чоң рахмат. Ардайым ушундай жакшылыктардын үстүндө жүрө бер. Демек скидка болду сизге? Скидка болду, жакшы. Тугандар, азыр бирин 500 мыңга чыгарган болчук үйдү, а Нурбек ака? Сизди Кыргызстандан келди деп 450 мыңга бүтүрүп бердик бакам. Бүтүрүп бердик. Жакшы. Мына документтерден разыбыз. Сен өзүңө да разы бол. Ошол мына
Документтерди алдыңыз. Документтер колго тийди. Эң күлүштү алдык. Рахмат. Рахмат сага да. Сизге Алла деле разы рахмат. болсун. Алла таала насип кылган болсун. Биздин көрүүчүлөргө акыркы сөзүңүздү айтып кетесизби? Келем деген мекендештерге. Эми мен айтардым келем деген мекендештерге бул жактан ушундай үй алып, жакшынакай мындай үйлөрдөн алып келе берсе болгудай документти Кыргызстандын эле документке оформление кылып берет экен мына Нурсултан бар жогун колуңарга карматып келип мына жерде бүт эле мал чарба кылып эми 3-4 жыл 4-5 жыл мал чарба менен эмгектенип кетсе деле болгудай. Бул жерде бар жок условия бар экен. Негизгиси бар жогу баягы ишти кылса болот да. Ооба. Эң жакшысы. Өзү бизди көрүп аткан мекендештерибиз көбүнчө айтышат да, ушул жерлерге келип биз деле Кыргызстан жараныбыз, биз деле барып үй алсак болобу дейт. Неге болбосун? Мына Нурбек акам деле Кыргызстан жараны, биз деле Кыргызстан жараны болуп туруп эле мына 5-6 жылдан бери жашап атпайбызбы? Үйдү аласыз, как положено, өзүңүздүн атыңызга өткөзүп туруп, анан кааласаңыз жанагы мал менен заниматься кылсаңыз болот, же башка завод дегендер бар, фабрикаларга ишке кирип алып иштесеңиздер да болот. Ооба, мына Бежинский сектордо немелерде бар экен заводдор, иштесе деле болудай. Негизгиси ушу мал чарба менен жайыт кеңир экен, жер кеңир экен. Ошол менен да алектенсе болгудай. Менин оюм ошондой. Ушул жерге жашап 4-5 жыл. Малга деле шарттар бар экен. көрдүңүз өзүңүз. Мал кармаган жанагы мекендештерибизди көрүп өттүңүз. Бар жогун көрүп өттүм. Бул жерде көп экен. Биз ойлоңчу элдер уже 3-4 жылдан бери жашагандар бар экен бул жерде. Болгондор болуп кетти. Болгондор уже 30-40 байлап коюп сарайында турат. Аны өз көзүм менен көрдүм го кече сенин немеңде. Ошого чоң рахмат сага Нурсултан, эң жакшысы Алла сага. кут кылган болсун. Алла разы болсун сага да. Мына туугандар, ушундай вариант күн сайын биздин YouTube, Telegram, WhatsApp группаларга сатыла турган үйлөр чыгып турат. Ошол жактан көрөсүздөр дагы. Жаккан вариант болсо Нурсултан ушул варианттың жакты деп келип живой көрөсүздөр туугандар. Бизде эч качан залог деген нерсе болбойт, предоплата деген нерсе жок. Качан гана келип туруп үйдү көрөсүздөр, жаккан болсо анан момент сделкада акчаны бересиздер. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.